аэропорт кеңесіне келіп қарсы алуға бардым. Қасына болыңыз. Қонақтар, біз үшін бүгін өте бір қуанышты сәт, өздеріңіз білесіздер. Мынау өткен олимпиадада Түркістаннан ең көп олимпиадашылар болды, басқа облыстарға қарағанда. Алматы мен Астанада. Соның ішінде ең үздік, ең табысты болған біздің құрметті біздің Сәкен Бибосынов бауырымыз. Өздеріңіз көріп, барлық бойларымыз көрдік, қарап отырдық мына жерден. Былайша айтқанда, қазақшалап айтқанда, жаңағы жанкүйер болдық. Сонда мынау қола медаль, кейде алдыңға бергісіз қола медальдар болады. Сондай қола медаль болды. Барлық эксперттер, барлық спортшылар, бокстан шамалы бұл нәрсе түсінетін адамдардың бәрі айтып отыр. Сәкен чемпион болуға лайық еді. Бірақ мінекей, бірақ осында міне қола медальдың өзі бізге үлкен мәртебе. Міне біз қарсы алып отырмыз. Жаңағыдай сөйтіп өнер көрсеткен бауырымызға біз үлкен құрмет көрсетіп осы аэропорттан келіп қарсы алып отырмыз. Әкіміміз бар, бәріміз осында келіп. Бүкіл жұртшылық. Міне өзінің туған ауданы, ауылы Сайрамнан келіп, міне кәсіпкерлер өзінің сый-сияпатын жасамақшы. Ал айта беріңіз, қандай не? Құрмет жерлестер, мына елімізде бүгін қуаныш, мына баламыз Сәкен, мына Түркістан облысында бірінші мәрте тарихта олимпиададан жүлдені алып келіп отқан. Сәкен бауырымызға жақсылық тілейміз. Бұның бәріне жеткізіп отқан ең алдымен елбасымызға рахмет. Президентімізге рахмет. Осы Қазақстанның осындай жалауын көтертіп, балдарымызға жақсартқан. Облыс әкіміне рахмет. Мұны біздер елбасы үшін мәңгі қарызбыз. Рухани астанамыз Түркістанды облыс астанасы жасады. Соған лайықтап Сәкен бауырымыз мінекей олимпиадаға барып, өзінің сый-сияпатын, облыстың атын, Қазақстан атын шығарып келді. Мына сайрамдық кәсіпкерлердің атынан, Сайрам аудан, Нұр Отан белсенділерінің атынан қазіргі заманға лайықты мына Жапонның тұлпарын береміз Сәкен. Мамасы келіп отырсыз, бәрекелді. Сыйға аласыз. Бір алдыға бересің бе, қалай боласың? Сәкен красавчик. Ассаламалейкум барлықтарыңызға қолдау көрсетіп, маған жанкүйер болғандарыңызға алғысым шексіз. Мені қолдап жатқан облыс әкімі Өмірзақ Естайұлына алғысым шексіз. Және де Сайрам ауданы маған тұлпар сыйлап отыр. Оларға көп рахметімді айтам. Негізгі олимпиада баратқан мақсатын қазақтың көк туын көкке көтеріп, қазақтың әнұранын шырқатып, Қазақстанға алтын медальмен оралам деген мақсатпен барғам. Енді кішкене өкініш болды. Әттең ол мақсатқа жете алмадым. Бірақ бұл мен үшін үлкен бір жетістік. Үлкен спорттағы бір жеңісімнің бір баспалдағы деп білем. Алла қаласа, алда үлкен жеңістер бар. Елімді үмітін ақтап, Алла қаласа, келесі олимпиадада алтынмен қуантам деген мақсатым бар. Токио қола болды. Париж 2024 Алла қаласа алтын болады деп үміттенем. Ол үшін аянбай еңбек етем. Мені қолдап жатқан Сайрам ауданына, облыс әкіміне, және де мен бұл жетістік жеңіске жеткенім тек менің жеңісім емес, әке-шешемнің жеңісі, және де
бапкерлерім жеңісі, жеке бапкерім, алғашқы бапкерлерім жеңісі. Сол кісілерге алғысым рахмет. Сіздерге де рахмет көп-көп. Іштей негізі өзімді ұттым деп сезініп тұрғам. Енді төрешілер олай шешкен жоқ. Бірақ енді жеке бапкерім маған разы болып, менің үмітін ақтағанын білдіріп, менің қолымды көтерді. Енді Алла қаласа келесі олимпиадада бұндай қателіктер жібермеуге тырысамыз. Сол үшін аянбай еңбек етеміз. Бокс алдыңызға айтпаған емес. Мен енді жартылай финалға шыққан кезде менде үлкен бір артымда ауыр жүк тұрды. Сонша 19 миллион халқыма алтын сыйлауым керек. Енді оның алдыңғы барлық спорт түрлерінен алтын болмай жатқан соң, енді қайтсем де еліме алтын сыйлайым деп жақсы настроенмен шыққан едім. Енді әттең олай бола қойған жоқ. Енді бұл может қайырлысы болатын шығар. Енді 2024-те тек бокстан емес, бүкіл спорттан алтын күтеміз. Алла қаласа. Ол үшін барлық спортшылар аянбай еңбек етіп, келесі олимпиадада барлықтары өздерін көрсетеді деп ойлаймын.